Аузу биллахи минашшайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді жаратушы жаббар хақ Аллах тағаланың атымен бастаймыз. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Келіп түскен бізге сұрақтардың бірі жүлделі жарыстарға, яғни призовой жарыстарға қатысуға болады ма деген. Ол жайлы жалпы жарыс дегеніміз не? Жарыс дегеніміз екі немесе одан көп адамның немесе топ арасында, команда арасында қайрат жігері, өнер, білім, айла тәсіл, шеберлік, тәжірибе арқылы бір-бірінен басым түсу арқылы сайысатын доданы біз жарыс деп айтамыз. Спорттық жарыстардың жекелей немесе командалық көптеген спорт түрінен қамтитын универсиада, спартакиада, олимпиада секілді ойындардың жарысы болып табылады. Бұндай жалпы жарыстарға қатысу ислам шариғатында тыйым салынбайды. Бірақ мынандай нәрселер ислам шариғатында кішкене дұрыс емес, ол болмайды деген тұжырымда. Егер екі адам жарысып, екеуі де ақша тіксе, ол болмайды. Мысалы, екі адам жарысып, үшінші тарап ақша қоятын болса, қайсысын жеңесіңдер, сол алады десе, онда шариғат рұқсат етеді. Жалпы бұның үкімі шариғаттың негізіне қайшы келмейтін кез келген жарыс түріне рұқсат етіледі. Яғни шариғаттың шеңберінен шықпау керек. Мысалы, ішімдік ішіп жарысу ол болмайды. Ол харам етілген. Екіншісі, жүлделі жарыстардың шариғатқа сай болу үшін төмендегі шарттардың орындалу керек. Ол төмендегі шарттар қандай? Оның біріншісі, жүлде жарысушы тараптың бірінен немесе үшінші тараптан кәсіпкер болсын, немесе мекеме болсын қойылуы керек. Яғни екі тараптан жарысушы екеу болатын болса, екі жақтан қойылуы дұрыс емес. Ал бір жақтан қойылуға болады. Мысалы, сіз бен мен екеміз жарысатын болсақ, сіз немесе мен айтатын болсам, мысалы, екеміз білімнен сайысқа қатысайық. Сол қатысқан сайыста егер сіз жеңетін болсаңыз, мысалы 10 000 теңге, бірақ жеңіліп қалатын болсаңыз, оны алмайсыз десем, ол болады. Және де екінші бұның шарты құмар араласпауы керек. Құмар, азарт дейді ғой, құмар араласпауы керек. Үшіншісі, жүлдеге қойылатын сыйлық шариғат рұқсат етілген нәрсе болуы керек. Мысалы, шариғаттың шеңберіндегі халал деген нәрселер болуы керек. Ал харам нәрселер олар қойылуға болмайды. Сондықтан сайысқа қатысуға болады, бірақ неге мынау убыток деп жатады ғой, убытокқа түспеуі керек адам. Аллах тағала естіп білгенімізге амал істеуге нәсіп етсін.